Менің атым Нысанбай, ат жібердім тұсамай, өзім жырау болыппын, ата-анама ұсамай. 10 жасыма келгенде, қарыма қобыз ілгенмін. 11 жасқа келгенде, сөз мәнісін білгенмін. 12-ге келгенде, жақсының алдын көргенмін. 13 жасқа келгенде, жақсының соңына ергенмін. 14 жасқа келгенде, өз елінде жүргенмін. 15 жасқа келген соң, Кенесары Наурызбай төрені іздеп келгенмін. Сол кездегі төренің Сойдақ қожа ақыны, қобыз алған балаға толмады қожа тақымы, хан алдында сөйледім, ханның болып жақыны. Керейттен шыққан жеті ер, жар болған соң бегілерім. Қожаны жеңдім ақыры, бақыт қонды басыма, мұрадың қасыл болады, жолдас болсаң асылға, ханның болып баласы. Бірге жаттым ордада, Ахмет Тайшық қасында, әркімнің ала панасы, дарияның аққан саласы. Кешегі өткен кенекем, Дури Гауһар данасы, арқадан ауып кеткені, бұл жақтағы жұртының аузының аласы. Әуелгі мекен қонысы, Көкшетаудың даласы, жазғы жайлау өрісі, Ұлытаудың саласы. Өте залым болмаңдар, мұсылманның баласы, ақырында олардың қырғыздан болды қазасы. Кенесары Наурызбай атағы шықты аңқылдап, жауды үркітіп қашырды, ақ алмастай жарқылдап, зәресін алды дұшпанның. Нажағайдай шартылдап, қасына ерген төлеңгіт, олжаға батты қарқылдап. Кенесары Наурызбай жанған оттай қаулапты. Бір күндері болғанда, топжарған атты ұрлатты. Бас себебі сол болып, қырғызға қарай жол тартты. Дулатқа қарай өрледі, баса қонды қан кене. Қоқидың шалқар көліне, баса қонған кененің базын асын көтермей, қырғыздың қаны қалшақан, жар салады еліне. Көзімен көріп бұл сөзді Нысанбай еді жырлаған, ақылы дария кенекем, хан еді мойын сұнбаған. Ерегісіп қырғызға қан ойынды шындаған, тас талқанғып бұздырды, қанайдың тамын сырлаған. Күмісті садақ алтын оқ, кенекем сойға жолықты, ақ білегін сыбанған, балуанды тойға жолықты. Алыстан тоят көздеген ақ сұңғарға жолықты, аңшылықты бір басқан қас тұлпарға жолықты. Кешегі жүрген кенекем, қас падиша қас сұңқар, қарсы найза салысқан жауына көңілі толыпты. Ұсталар алар қолына қамшысы мен балғаны. Қырғыздан ыза көрген соң, көңіліне азар берген соң, қырғызды таудан асырып, күмбелден барып жайылмақ кененің болды арманы. Іледен өтіп жөнеді, өр дулатқа барғалы, сол дулатпен қосылып, қырғыздан кегін алғалы. Барып еді өр дулат, барғанын қабыл алмады. Асаулар үзер шідерді, сыйламай дулат жіберді. Сеніп барған елінен кенекең үзді күдерді. Дегені болмай қалған соң, қабағы ханның түнерді. Күзді күні болғанда, қатуланып қаттанды. Хан қамаудан аттанды, қол асты қалың шеңгелден, қалшаны ұстап байлады. Хан болып қалқын меңгерген, қарадан шыққан хан еді, азды көпке теңгерген. Қалшаға қырғыз баласы, жалынып қана күн көрген. Салтанатты қалқының сатуына қырғыздар 9 түйе арттырып, отаулатып қыз берген. Қисайған жыға түзеліп, кененің ісі жөнделген. Сол уақытта құдайым кенекеме жел берген. Қоқаннан ауған көп дулат, қарағаштай ел көрген. Мәмбеттің ұлы Байұзақ, Белқожа медеу ер келген. Жауын қайда мен жолдас деп кенеге дем берген. Солар менен күшейіп, сұңқарлар жайды қанатты. Қарағаштай дулатты, хан аузына қаратты. Аттансын деп көп қосын, жұртқа салды санатты. Сайлап алды ақ алмас, тастан қайтпас болатты. 800 кісі іріктеп, ылғи батыр манапты. Бұл сапарда Наурызбай 4 қамалды бір бұзып, жұртта аузына қаратты. Қырғыздан түскен олжаға бір төлеңгіт бармады. Бұл сапарда қазақтан біреу де олжа алмады. Көп дулатты қанкене ақыл менен алдады. Қызыл тұмсық болсын деп олжамен аузын қандады. Екіншілей аттанды, естіген дулат қалмады. Олжаға мырза дегенмен жалғызы қалмай аңдады. Тау суындай сарқырап, Байұзақ келді төменнен. Көңілі бітті айқасып, Кенесары иреммен. Телімдес болып олжаға Наурызбай асыл береммен. 12 000 әскермен тағаттанды кемерден. Абылай аспас асудан асамын деп өрледі. Оңайлықпен қазаққа асуды қырғыз бермеді. Әр жерлерден құралап, қырғыздың қолы кернеді.
5-ге дейін атысып, қазақтың әлі келмеді. Қара балта соқылық аңғарынан шаң асты. Қырғыз-қазақ екі жұрт жалғыз жолға таласты. Қырғыздың көңілін баса алмай, ерлер сонда бір састы. Үйінде еркек қалдырмай, қырғызда шыққан айдатып, қыл құйрық қып бәрінде қару жарақ сайлатып, қызықсын деп асуға қазына төкті жайнатып. Қырғыздар жүрді жөңкіліп, төскеде атын ойнатып. Кенесары Наурызбай қырғыздың ісін кектеді. Абылай аспас асудан асамын деп өктеді. Асуын астап көп қырғыз бас қамын қылып кетпеді. Ойдан атқан зембірек тау басына жетпеді. Бұрын беті қайтпаған бұл қорлыққа күйеді. Қаһарланып қан кене жат етті жапар иені. Ашуланып сол жерде алдырды екі түйені. Шөгеріп салып түйеге зембірегін сүйеді. Тұрғызып қойып атса да күмпілдеп тауға тиеді. Атасы өткен Абылай түлеуді берген бір құдай. Былтырдан алған басшысы шапырашты Бұғыбай. Бұғыбай басшы қайда деп шақырып алды Наурызбай. Сонда науан сөйледі: ей Бұғыбай, Бұғыбай, қорлық болды бұл қалай? Жол таба алмай қамалдық, амал тапшы бұғанай. Былтыр өзің келгеннен ханның алдың жарлығын, тар жол тайғақ кешуде қолдың алдың жабдығын. Бір ізіңнен жүргіздің үш алаштың барлығын. Алатаудан аса алмай тастың тарттым зарлығын. Тау басына жете алмай дүниенің көрдім қорлығын. Қысылғанда әрқашан білінуші еді нарлығың. Осы сапар Бұғыбай қырғыздың көрдім қарлығын. Алатаудан аса алмай қазақтың жолы байланды. 5 күн ұдай атысып түгесіп келмей айламды. Осындайда болмаса көремін қашан пайдаңды. Осы бүгін күн батпай көрсетші қанат жайғаңды. Тау басында қырғызға бір тигізші найзамды. Айналайын Бұғыбай, аралатшы майданды. Бұғыбай сонда сөйледі: олай десең төреміз, сіздің айтқан жарлыққа төбемізден жүреміз. Ағаңнан жарлық алыңыз, қол бөлектеп жол тап деп. Береме жауап қанымыз, жауап берсе ханымыз. Томағамды сыпырып қиын тасқа салыңыз. Жол табу деген сөзіңнен төгіле қалмас арымыз. Жауыңды шаншып беруге келмейді науан әліміз. Қате болмас науан жан бізге деген сөзіңіз. Көрсеңдер жақсы жаманды тәуекел етіп көріңіз. Қысырап үйірі жоғалып сол жылқыны іздеген. 8 жасар кезіміз ана таудың бетінде, мына таудың шетінде. Қия тастың бетінде жалғыз аяқ жамбас жол. Шалып еді көзіміз, жаңылмасам табармын, тәуекел етіп жүріңіз. Бұғыбай мұны айтқан соң, сонда тұрып Наурызбай алдына келді кененің. Түсі суық тартқанда 4 қырланған жебенің. Ажал оғы келгенде қорғаны болмас көбенің. Қолына толды қырғыздың басы таумен төбенің. Рұқсат етсең кенекем, барайын соған деп едім. Ертіп келген қасымда Бұғыбай басшы бар еді. Асусыз мына Алатау бодағы қиын тар еді. Бүйтіп тұрып қамалмай бұзайым барып қамалды. Кенеке жарлық бер деді. 30 жігіт сайланып қасыма менің ер деді. Тау басына шыққан соң өнерімді көр деді. Кенехан сонда сөйледі: дұшпаннан бітсін хал деді. Алдыңа басшы ал деді. Бұғыбай айтса бұл сөзді 2-3 жүздей кісімен ойраңды барып сал деді. Наурызбай тағы сөйледі: Алладан жәрдем күтейін, ата-баба қолдаса. Бір мұратқа жетейін, кешегі қылған қорлығын қырғыздың бүгін өтейін. 2-300 кісі көбірек, онша алып тақсыр не етейін. Әскерден 30 батырды іріктеп алып кетейін. Тәңір қосса қырғызға бір керемет етейін. Қысылған жерде жолдасқа белгілі еді қарасы. Көп кісі қаптай шабуға арқаның барма даласы. Аз кісіге жақсы ғой Алатаудың арасы. Мақұл деді қан кене Наурызбайдың сөзіне. Сол уақытта науанның жан көрінбес көзіне. Інісі тілек қылған соң береді рұқсат өзіне. Қайтармады месерін ұмтылып тұрған кезіне. Қауырсынды қанатты, таудай үлкен талапты. Ер көңілді қалма деп жұртына салды санатты. Екі ұдайы келгенде тастан қайтпас болатты. Тауға қарсы шүйлікті, сұңқардай жайып қанатты. 30 жігіт жөнелді, тамам қолдың бигілері. Бұғыбайды бас шығып, қиын жолды көргелі. Тау басында қырғыздың жазасын барып бергелі. Қамалын бұзып жол ашып, бетін ашып келгелі. Күнде қорлық көргенше, я қырылып өлгелі. Жаз жайладым сары дала, қыс қыстадым қарғалы. Наурызбай кетті бөлініп,
тау басына барғалы. Қамал соққан қырғыздың қамалын бұзып алғалы. Кенесары бастығы етекте тұрып қалғаны. Талап қылып ұрынды, тыңнан бір жол салғалы. Өлім намыс емес пе? Қосқа қайтып барғаны. Сонда тұрып хан кене көбін жиып сөйледі. Сөйлегенде не дейді? Қол көрінбес шаң болды Алатаудың арасы. Қарағаштай көп қазақ бұл сапар болдың қарашы. Ойда қоқан, қырда орыс, хакім болды қаласы. Кімнен таяқ жегендей біздің қазақ баласы. Алдырып жүрген дұшпанға өзді өзінің аласы. Дін мұсылман баласы, бірге мінсе кемеге, үш алаштың баласы. Тізгін берсе кенеге, қайрат қосса жебеге, ер басына аяқтай, тас көтерсек жебеге, тау басына шығарға жол салмасқа немене. Байұзақ батыр түсініп, бұл жауаптың теңіне. Айтайын деп бір сөзді, жетіп барды көбіне. Ханның көңілі соғып тұр, тыңнан бір жол саларға. Бір талайға бет қойды тау басына барарға. Бекініп жатқан қырғыздың қамалын бұзып аларға. Ұят шығар төреден бөлініп кейін қаларға. Назар қылды хан кене жаңадан жолды саларға. Күмбелді барып аларға. Жан аяма жамағат, бұйрықтан адам қалар ма? Осыны айтып Байұзақ қамшы басты бекерге. Кел бір қайрат етелік, жабыл деді нөкерге. Алалап түсіп алдымен өзі бір тасты көтерді. Талап қылды Байұзақ бір басшылық етерге. Соңына ерген көп дулат тілін алмай кетер ме? Байұзақ аттан түскен соң қасына түсті қанымыз. Ханымыз аттан түскен соң түспей аттан тұруға төгілер болды арымыз. Бұзбасақ та ол тауды түсе қалдық бәріміз. Жапыр-жұпыр қол қойдық жасымыз бен кәріміз. Сол уақытта қарасақ тау басынан шу шықты. Қаптаған қара тұмандай мұнарланып бу шықты. Бу десек мылтық түтіні, қолында жасыл ту шықты. 30 көкжал бөрі мен Наурызбай төре сұм шықты. Екі жақтың батыры демаламай тұншықты. Қырғыз қазақ екі жақ бір-біріне өшікті. Болжал көрінер, жау жоғары біз төмен. Жеткен екен қамалға Наурызбай атты сұр берен. Қарқарадай астында Байұзақ берген көк дөнен. Күншығыс жаудың шетінен қамалға кірді көлденең. Ор қояндай бұлтыйған көк дөнен ат астында. Қамзол ішік құнтыйған ақ орамал басында. Жанған өрттей бұлқылдап жаудың барды қасына. Сол уақытта Наурызбай 25 жасында. Хан кене мұны көрген соң қалмады сабыр қарары. Қиын болды батырға таудан асып барары. Наурызбайды көрген соң өлімнен кетті хабары. Түтеген мылтық ішінде көзінің кірді жанары. Наурызбай кірді қамалға көрінген жаудың шетінен. Шыдай алмай хан кене ат қойды таудың бетінен. Шөке атым жерге бармай-ақ айрылды ханның еркінен. Сыпырылып қалып барады көк бурыл аттың көтінен. Хан кененің арманы құмбелден жатпақ жай алып. Наурызбай шықты қамалдан, найзасы қанға боялып. Не жаны қалсын кененің Наурызбайдан аянып. Тарта берді шылбырын қылышына таянып. Кене қан жөнеп берген соң қазақ біткен оянып. Кенекең жауға барған соң артындағы көп қазақ несіне қалсын аянып. Кенекең кетті ат қойып шыққалы таудың басына. Өлімге белін байлады әзелге жазған басына. Қатарласып жөнелді кене қаның қасына. 2000-дай кісі боп шықты таудың басына. Сол уақытта хан кене жад етті жаббар Алланы. Қабат-қабат оратып қырық арқанды жалғады. Тартып алды ойдағы зембіректі арбаны. Бір-екі рет тартқанда күңіреніп кетті жандағы. Есіп-есіп қиратып қырғыздың шықты далдалы. Абылай аспас асудан асамын деп өктеді. Наурызбайдың ерлігін қырғыз қазақ сөкпеді. Төренің алдын орады жаяу мерген төккелі. Бәлені бастан қайтарып айласын оңай еткелі. Зембіректі туралап төте жерден бір атты. Адам мен малды қабаттап топырлатып құлатты. Жөңкіліп жүрген қырғыздың жолшыбай көбін сұлатты. Зембіректі тарс қойды, абылайлап ат қойды. 12.000 самғал 100 мылтық, жүзін қырды мергеннің. Қамалды бұзып қан кетті Наурызбайды көргелі. Мылтығын тастап тас-тасқа қайта қашты мергені. Алтын жатса алмады, олжаға көзін салмады. Қызыққа тоймай батырлар тереді таудың шиесін. Бұл сапарда Наурызбай
жат етті жабар иесін. Қамалын бұзды қырғыздың, соғыстың тауып жүйесін. Алып шықты 300-ден айғыры мен биесін. Атан демей, нар демей, 100 алыспай түйесін. Бөліп берді бәріне, сыбағалы тиесін. Наурызбай гүл-гүл жайнады, ақ білегін сыбанып, жауды еркінше қырады. Қолына жасыл ту алып, шын қағарға мінеді. Ақша беті қуарып, бозбалаға сөйлейді. Ағасын көріп қуанып, Абылай аспас асуға, кенекем дүкен құрғаны, батырлардың келіспес, майданға кірмей тұрғаны, кенекем келді біз үшін, бар қазақтың қорғаны, аянбай бүгін іс көрсет, таманың батыр құрманы, денедегі шыбын жан, ар намыстың құрбаны, жар бола көр біздерге, атамыз өткен Абылай, осындай қиын жерлерде, тілеуді бергей бір құдай, сендер едің қанатым, Меңдібай Дулат Ағыбай, дабылың асқан 3 жігіт, Шәкір Жәуке Төлебай, ұмтылыңдар ерлерім, жан жағыңа қарамай, мылтықтың оғы от болмас, құлаққа дәрі тұтанбай, ақ Креуке, берік сауыт, таза жүрсе тот алмай, мылтықтың оғын жібермес, шығыр-шығы жұқармай, жаман жігіт тұрады, жауды көрсе құтандай, атақты ердің бір едің. Иесін шыққан жұпардай, аянбай бүгін іс көрсет, табыннан қабан, Бұқарбай, Наурызбай тасып сөйлейді. Жара жоқ менің етімде, ойын салар күн бүгін, Алатаудың бетінде. Мұнда қылмай ерлікті, қосқа барып өкінбе. 12 самғал 100 мылтық, кенекем келіп қосылса, кім тұрар оның бетінде. Ықпалың асып тұрғанда, қылыңдар жауға өкімді. Істерің жақсы ерлерім, бұл соғыстың ретінде. Ұстатармын қолыңа, қос-қосынан жетімді. Жара салық дегенде, бергенде қырғыз бар малын. Бетіне келер қырғыз жоқ, алып жатып жан жағын. Және бұзды сол күні, асуға салған қорғанын. Сонша мықты берік еді, Ақсудың салған қаласы. 200 үйдің мекені, Ақсудың аяқ саласы. 8 мыңдай бар еді, сол күнгі қолдың шамасы. Қорғанды бұзып мал алған Иман Батыр ағасы. Кенесары Наурызбай келтіріп жүр сертіне. Шауып жаншып талап жүр, қырғыздың қоймай еркіне. Бір бөлек қырғыз қамалды, қашып барып бекіне. Бақты қаулап тұрғанда, Кенеқан жетті сертіне. Шауып алды тал түсте, Аспара мен Меркені. 12 мың әскердің көбі Дулат қалт еді. Егескенді мұхатпақ, Кенеқанның салт еді. Меркенің тұтқан ұлығы, Меделі деген сарт еді. Наурызбайдың ақауыз, Меделі берген ат еді. Ауызға түсіп сөз болған тұлпардан артық зат еді. Дұшпаны не деп кемітер, хан кенемен науанды. Дыбысы кетті күңретіп, Аспара мен дуанды. Қалың жатқан қырғызды, жеңгеніне қуанды. Қара қыстақ шеңгерге, ағысқан қырғыз қамалды. Қазақтың қолы симады, Алатаудың бауырына, Дулатты қан айдады. Өшіккен қырғыз жауына, түсіп жатыр ең қырғыз, Кенеқанның ауына. 10 мың кісі ат қойды, Кекіліктің тауына. Мұнар басып шаң болды, Қызыл судың саласы. Бұл сапарда жар болды, хан Абылай бабасы. Қырғызға лықа толыпты, Алатаудың арасы. Қол алдында жүргенде Наурызбайға жолықты. Кәрібоз деген бір қырғыз, ер қанайдың баласы. Кәрібоз сонда сөйлейді, сөйлегенде бүй дейді. Ей Наурызбай, ер төрем, не жазғым бар еді. Кенесары қаныңа бітті деп көңілі тынбады. Қырғыздан қалған арына, алмаған жерің қалды ма? Қырғыздың сенің тағы да, қосшыны шаптың шулатып, Қарақыстақ шеңгелден қалшаны ұстап байлаттың. Хан болып қалқын меңгерген Абылайдың тұсында. Қылған ісің жөн келген, қырғыздың салған жолы бар меді. Қалыңсыз саған қыз берген, аса барып ел шаптың. Туыңды тігіп құмбелден, қыстай шаптың елімді. Малымды салдың телімге, босатып қондың бостырып, ежелден бергі жерімді. Бұрын соңды бар меді, елшіге бейнет өлімді. Жаман қарамды өлтіріп, бір сындырдың белімді. Тіріме қылсаң болмай ма, өлгенім саған не қылды? Атаның ақы бар меді, Есқожа қанай көрінде, ашуым бұған бассын деп, жерімді саған тастадым, олжа қылып қайтсын деп, малымды саған тастадым. Бұл алғаның емес пе, үстімді келіп басқаның, жалғыз ат мініп қорғалап, тауға менің қашқаным. Не себептен қан кене қырғызға мұнша өшікті?
Ақ қалпақты қырғыздан қазаққа берді несіпті. Ат мініп қару асынған бізді аямай кесіпті. Ескіркесең қайтеді жолыңда жатқан бесікті. Наурызбай сонда сөйледі. Сөйлегенде не дейді? Жақсы айтасың кәрі боз, тату едім сенімен. Қонысты орыс алған соң кенекем ауған жеріңнен. Бауыры суы ол жақта, қарашы болған елінен. 12 кісі жібердім, жеке батыр ерімен. Бізге қоныс берсін деп, қоқидың шалғын көлінен. 2 ай жатты тұтқын боп, Жанқараш Жантай бегіңнен. Ауылымыз баса қонған соң, азар шыққан өлімнен. Жаман қараңды өлтірдім, өзіңнің салған жолыңмен. Кім таласар құдайдың пендеге берген бағына. Қорған болып қалқына, әркім шықсын табында. Қанайыңа мен қылдым, текті болған шағымда. Әкеңнің ақы бар меді, аңдасымның тамында. Сен білмейсің кәрі боз, мойындағы жазаңды. Құл болмасаң құдайға, кенеқан алар мазаңды. Бағынам деп орысқа, Жанқараш пен Жантайың салып отыр хабарды. Арақ пенен боз ашып, жеп отырсың параңды. Жазықсыздан тидің деп, жаппа бекер жалаңды. Орысқа барып бағынсаң, бұтына кіріп табынсаң, кенеқан алар мазаңды. Наурызбай берер сазаңды. Кәрі боз тағы сөйлейді. Келтіремін кезіңді, ықпалың асып тұрғанда. Айтарсың төрем сөзіңді, асқар тауға Наурызбай. Теңгере берме өзіңді. Алтын жығаң қисайса, қырғыздар ояр көзіңді. Талап алып Наурызбай, малымды салдым телімге. Аямадың Наурызбай, басымды салдың өлімге. Қорғанда жатқан қорқытып, аттарын алдың бегімнің. Тастап көштің ол жақта, атаң қонған Абылай, қанды көйлек еріңді. Кіші жүзге сия алмай, тастап көштің жеріңді. Төлеген ұлы Жанғабыл, ерлікке мықты сенімді. 90 кісіңді өлтірген, алып ба еді кегіңді. Бүтеу сойып басыңды, қоқанға берген теріңді. Көп тасыма Наурызбай, басың кетер панадан. Кереленбе Наурызбай, шығар жаның қанадан. Сенің атаң Ер Қасым, туғанында анадан. Хан шеңгелден түсіпті, шараналы баладан. Салтыма тарттым десейші, солайда десең нанамын. Титтиде үміт қылмаймын сендегі қатын баладан. Ержан кеткен түн қатып, хан қылған соң өкімді. 400 кісі бөлініп, қалың қолың шетінде. Барлап қараң келгелі, жау барма деп бетінде. Түнде кеткен аз кісі қапаланып өкінді. Жасанған жауға жолығып, Ержан бір түскен секілді. Ханға барды Наурызбай, Ержан жауға барыпты. Кеше мінген бәйге көк, бүгін мойны талыпты. Қапаланып ініңіз, бармағын тістеп налыпты. Кенеке айтпай қайтемін, ініңіз қолды болыпты. Пенде болып қырғызға, Ержанның көңілі шөкпесін. Ержан тұтқын болды деп, қырғызға дабыс кетпесін. Бізді жоқтап ержекем, көзінің жасын төкпесін. Тұтқынында дұшпанның, бейнет азап шекпесін. Ағасы өлсе алдында, інінің күні қараңды. Аттансын деп батырлар, шашалық жарлық қабарды. Енді мұнда тақсырхан, тұрмағымыз арамды. Кенехан жауап беріңіз, 200-300 кісі алайын. Көп кешікпей тезірек, Ержанды іздеп барайын. Асуына шығармай, айырып алып қалайын. Қан құстырып келейін, сақау қырғыз талайын. Кенехан жауап бермеді. Наурызбай бүй деп келген соң, келіспестей көрінді. Наурызбайды бөлген соң, қырғыздың қолы көбейіп, жақынға келіп төнген соң, қолға толы самсымен қызыл судың кемері. Шығар мезгіл таяды, ат пен ердің өнері. Бір мезгілдер болғанда, ұзын бойлы жебелі. Күрең қасқа ат мініп, Шонайдың ұлы Бедері. Жекелеп кірді майданға, Ер Қанайдың немересі. Бедер кірді майданға, жеке батыр жеке деп. Қарсы қарап тұрады, кеке батыр кеке деп. Таянып келіп тұрады, жақын жерден шөкелеп. Қазақтан ешкім шықпады, жылдамырақ төтелеп. Байұзақ датқа сөйлейді, ашуланып ақырып. Халыққа қарап сөз айтты, оң терісті сапырып. Неғылып шықпай отыр деп. Батырларын шақырып, дулаттан шыққан батырдың талайына батырып. Қолға толды самсымен қызыл судың арасы. Қысылған жерде әркімнің тәңірім болсын панасы. Қарағаштай көп қазақ ханға болды қарашы. Бедер кірді майданға, қырғыздың бір баласы. Оның бізден артық па, атасы менен анасы. Бедерге қарсы барыңдар, бізден бір батыр данасы. Таусылдың ба Мәмбеттің,
найза ұстаған баласы. Батырлардың майданда қызбас болды ойыны, қайғыға толды бұл сапар қазақтардың қойыны. Байұзақтың сөзіне бастамады тойыны, еш адам басын көтермей төмен түсті мойыны. Қырғыздың қолы көбейді, әр жерлерден құралып, қыстай мінген қазақ ат тастап жатыр тұралып. Шыдамады Наурызбай киіміне қыналып, түрегелді орнынан шыбықтай белі бұралып. Камзол ішік үстінде бауын үзіп белсеніп, ақбоз атқа мінді де түсті таудан теңселіп, қатуланып жөнелді алғалы жауды еңсеріп. Наурызбай сөйлеп жөнелді: батырлар құлақ салыңыз, қарағаштай көп қазақ, бақытты болсын қанымыз. Жау қарасын көргенде қайтпасын бастан бағымыз. Ержан түсіп қырғызға, дұшпанға кетті арымыз. Онан біздің артық па майданда кірмей жанымыз. Ержан үшін жарассын ақуыз атқа қанымыз. Қарағаштай көп қазақ іс көрсетер күн бүгін. Ержан түсіп қырғызға, бізге қайғы күн бүгін. Арманда болар ер үшін кегін алар күн бүгін. Қылыш тасып майданда қол сілтесер күн бүгін. Таудың басын алсын тұман, жаббар ием болсын панаң. Қырғыздарға бермей иман, ұмтылыңдар келсе шамаң. Болсын жауға ақыр заман, жаннан кешер күн бүгін. Наурызбайдың болды зары, ұрыстың қызсың базары. Кенекемнің қошқарлары, қайтпасын жаудан назары. Барлық қырғыз тажалы, қол ұстасар күн бүгін. Наурызбай мұны айтады, ерліктен ешкім танбасқа. Тартып жіберді ақуыз атты жамбасқа. Қолын салып суырды Тұрсынбай берген алмасқа. Артына көзін салмады, үйдегі қалған мал басқа. Наурызбай шыға шабады, кекіліктен зырқырап. Бедер шапты қасқа атпен, құйындай шаңы бұрқырап. Сонда басын көтерді, отырған көзі жылтырап. Наурызбайдың сөзіне батырлары шыдамай, хан қасынан ұмтылды Меңдібай, Дулат, Ағыбай. Арғынан шыққан үш жігіт, Шәкір, Жауке, Төлебай. Олардан тірі қалар ма? Табыннан Қабан, Бұхарбай. 8 кісі жөнелді Наурызбайдың соңынан. Бұл сапарда төренің жұлдызы туды оңынан. Шаба алмайды қазақ ат тас пен таудың тоңынан. Бедер сонда сөйлейді: патшазада баласың, ақылың асқан данасың. Алдыңа айдап қырдың сен, қырғыздың қатын баласын. Ер деушеді Наурызбай, жеке келсең болмай ма? Ықпалын жүрген данасың, тойғындарыңды ертіп, төрем қайда барасың? Жолсыз істі қылмаған Наурызбай асыл ер еді. Артына қарап сол жерде батырларын көреді. Оларға жолды сөз айтып, қайтуға жарлық береді. Әрбіреуің шерге ұқсап, келдіңіз бе нарымыз? Шықпақ болса кеудеден бүгінгі күн жанымыз. Келген менен ерлерім, қорғауға келмес әліңіз. Берсе тәңірім абир, түсірген атты алыңыз. Жазым болсам артымнан, сүйегіме шабыңыз. Қырғыздың айтқан сөзінен төгілер болды арымыз. Сөзге сынық болмайын, ерлерім кейін қалыңыз. Бедер менен Наурызбай жақындасып барысты. Астарына мінген ат ауыздыққа қарысты. Ат үстінде алысты, найза менен салысты. Бір-біріне жабысты, керегедей қабысты. Ерлерінің артына мініп қалысты. Және қайтып екеуі бұрқ-бұрқ етіп айқасты. Айқасып қалған уағында төренің асты айласы. Найза менен салғанда қайраттың тиді пайдасы. Шолтаң етіп бедердің аспанға ұшты найзасы. Бедер шығып жолыққан қызыл су самса бауырынан. Наурызбай шығып жолыққан кекіліктің тауынан. Айқасқанда екеуі шөгіскен жауынан. Бедер барып жығылды күрең қасқа атты суырынан. Қыстай шауып жол болған шу мен таудың арасы. Бұл сапарда жар болды хан Абылай бабасы. Қырғыз аттан жығылып батып еді қарасы. Я құдайлап шулады үш алаштың баласы. Аллаға науан сиынды, аузы кетпей тілектен. Қайраты көп болған соң найзасы аумай білектен. Шанышқан екен бедерді ер Наурызбай жүректен. Артына шығып найзасы жерге басы түйрелген. Суырылмады темірі қан менен қаттау жібектен. Әр тараптан қырғыздар жағалай шауып жиектен. Тос-тосынан ат қойды үмітті болып сүйектен. Жалғыз шапты Наурызбай жауға қарсы ендеуге. Арасы алыс дауыстап барма мұнда келдеуге. Шауып барып Бұхарбай ат үстінен көлбеді. Өткізіп қашты шылбырын ер бедердің белбеуге. 3 ай 90 күн еді шаруа шешкен күйегін. Науан бұл жолы ағытты ерлігінің тиегін. Түсіріп төре кеткенде Кенехан қақты иегін. Бұхарбай батыр әкелді ер бедердің сүйегін.
Барлық қазақ жабылып, малақай қылды үйегін. Ағыбай батыр шабады, қашқан атын көреді. Қырғыздан қорқып таймады, о да қайсар ереді. Алып қанға келеді, тарту қылып береді. Бұқарбайды мақтады, бәрекелді ерсін деп. Ағыбайды шақырды, атын алып келсін деп. Сүйекке шапқан ер болар, атын бұған берсін деп. Үлгі қылып сөз айтты, әркім мұны көрсін деп. Жауға шапқан батырлар намыстанып өлсін деп. Көңілде үлкен ер едің, сүйекке неге шаппадың? Жарамады олжа деп, Ағыбай атқа шапқаның. Сүйекке шапқан ер екен, Бұқарбайды мақтадым. Ағыбай батыр қорланды, екі жағына симады. Ішін жарып өлерге, жанынан пышақ таппады. Олжа Болат баласы ер бедердің артынан. Ораз кірді майданға, озып жүрген халқынан. Ода айтулы ер екен, сұңқар құстай талпынған. Ораз келді жұлқынып, бастан ауған бағы бар. Қатыны түсіп қазаққа, қарайып жүрген қаны бар. Ыза қорлық көрген соң, тек шықпаған жаны бар. Жаны неғып шыдасын, Наурызбайдың қосында некелеп алған жары бар. Ашуменен қабарып, Ораз шапты ар жақтан. Екі беті қызарып, Наурызбай шапты бер жақтан. Қырғыз қазақ екі жар, қарап тұрды жан жақтан. Найзаларын көтеріп, бірін-бірі көздеді. Ашуланған батырлар жолыққанша төзбеді. Бірін-бірі аямай, ер жүрекке меңзеді. Ораз батыр жығылды, найза бұрын кез келді. Ақбоз аттың сол жақтан Ораз батыр жығылды. Қайтып адам болмастай шыбын жаннан түңілді. Тілге келмей сол жерде жер бауырлап сүрінді. Баяғы сөзден Ағыбай қарайған екен қанына. Жеткен екен төпелеп Наурызбайдың жанына. Түсіріп төре кеткен соң шауып барып Ағыбай өңгеріп алды Оразды. Тел қоңыр аттың жалына. Қоқилатып қырғызға бермей кетті тағы да. Әзір оңынан қарап тұр Наурызбайдың жұмысы. Әзір асса біткен соң хан кененің тынысы. Қара ала атты бір қырғыз, Жаңқараш бектің інісі. Жекелеп кірді майданға, батыр екен мұнысы. Наурызбай қарсы шабады, жеке шыққан батырға. Тыйынбай қарсы келеді, құша тұғын қатынба. Жетіп барды жақынға, жалақтатып найзасын, алақтатып састырып, батырды ұрды қапыда. Жеке шыққан батырдың бәріне берді ақылды. Орнынан тұрмай жатсын деп, найзасын қатты батырды. Қызыл ала қан қылды, қызыл судың жиегін. Науан батыр ағытты, ерлігінің тиегін. Жақын жерде қырғыз боп, өзі алып қал сүйегін. Шапқан сайын ақуыз жерді тарпып өктеді. Наурызбайдың ерлігін қырғыз қазақ сөкпеді. 2000 қырғыз жиналды, шын бір қайрат еткелі. Ерлердің алдын орады, жаяу мерген төккелі. Жекелеп енді соғыспай, қырғыздар тұрды бекерге. Хан иек қақты нөкерге, арба арысын көтерді. Зеңбірекке оқ берді, құлағына от берді. Асығыс атты бойламай, алдында әскер жоқ болды. Зеңбіректің аузына селдір сирек топ келді. Зеңбіректің аузы қолды болды көтінен. 8 кісі ұшырды селдір сирек шетінен. Бір боз атты ұшырды қолдың арғы бетінен. Мұны көріп қырғыздар ойран болып күйінді. Қасында тұрған Наурызбай сұңқардай ақ түйілді. Екінші оқтап атқанда бір керемет білінді. Ұрмай соқпай зеңбірек ортасынан бөлінді. Қырғыздар шыдап тұра алмай, қаша берді алақтап. Наурызбай кетті соңынан, найзаменен шабақтап. Бір-біріне ат қойды, қырғыз қазақ жалақтап. Бір тозаңның астынан гүл-гүл жанып ыржақтап. Шыға келді Наурызбай, 9 ат тізіп салақтап. 15 атты әкелді Меңдібай Дулат Ағыбай. 12 атты әкелді Шәкір Жәуке Толыбай. 14 ат бар қолында Қабан менен Бұқарбай. Құрман келді 4 атпен, дүбірі шығып тұлпардай. Бәрі келіп қосылды қызыл судың бетінде. Көңілі бітті Науанның тұз татырған еріне. Науан тағы жөнелді 2000 қырғыз қырылып, мерген төккен жеріне. Таудың төске еріне, қашып барып қырғыздың қамал соққан жеріне. Жөңкіліп жүрген қырғыздың Наурызбай үстін қаптады. 8 мерген бір жерде білте шертіп жатқаны, жалғыз барған төрені, беріс тегіс атқаны. Шара барма құданың бұл сапарда қаққаны. Қой боғындай қорғасын қаза болып таппады. Мылтығын тастап тас-тасқа қайта қашты мергені. Лап қоя шапты қырғыздар мергеннің атын бергелі. Жалғыз шауып Наурызбай араға түсіп кернеді. Үшеуін шаншып өлтірді, бесеуі тірі өлмеді. 5 мергенді тірі айдап ханға алып келгені. 8 мылтық өңгеріп тарту қылып бергені. Сол уақытта ақуыз жер тарпыды оянып. Наурызбай жүр үстінде қылышы қанға боялып. Қанына қырғыз қарайды,
несіне тұрсын аянып, Наурызбайдың үстіне қалың келді таянып. Аллалап жүрген қырғыздың желі тұрды оңынан. Ай мүйізді қошқардың өрі тартты қоңынан. Мұрттай ұшты ақуыз бір мылтықтың оғынан. Наурызбайға лап қойды қалың қырғыз шоғынан. Қызыл сумен дуанның аңғарынан шаң асты. Қырсықтың басы емес пе, төреден қазақ адасты. Қырғыз қазақ екіұдай Наурызбайға таласты. Қияда жүрген Бұхарбай атына қамшы бір басты. Үзеңгісін шығарып Наурызбайға жанасты. Бұхарбайдың алдына Наурызбай кетті мінгесіп. Құтылуға қырғыздан қаша берді шу десіп. Бұл екеуін тұтпаққа қырғыздар шапты ілесіп. Қазақтан адам аз болды соғысатын тіресіп. Бұл екеуін қорғауға Ағыбай сыртын айналды. Шама келсе тіресіп, алдырмасқа ойланды. Бұхарбай мен Наурызбай солар еді ойранды. Мінгесулі бір атқа бұлардың қолы байланды. Сол уақытта қырғыздар басқын жетіп өрледі. Жалғыз өзі Ағыбай қорлауға әлі келмеді. Алдыңғы жеткен қырғызбен араға түсіп кернеді. Қолындағы жарағын онды солды сермеді. Атасы заңғар Абылай тілекті берген бір құдай. Бұхарбай мен Науанға ұмтылды қырғыз жабылай. Шәкірде жетті сол кезде Қабан менен Меңдібай. Кертайлақ атты жеткізді Дәуке менен Толыбай. Кертайлақ қолға тиген соң мініп алды Наурызбай. 8 кісі бас қосып су бойында ұрысты. Тоқтата алмай көп жауды үстіртке ойнап шығысты. Кезек жұмсап келеді найза менен қылышты. Қалың жеткен қырғыздан ала алады тынысты. Сиынады батырлар аузы кетпей тілектен. Шұбартпалы Ағыбай талайды шанышты жүректен. Адасып атып шәкірдің оғы тиді білектен. Итчелесіп сілкісіп әрең шықты түбектен. Бұл сапарда құдайым ерлердің жолын оңдады. Кертайлақты мінсе де ақуыз аттай болмады. Астындағы атына төренің көңілі толмады. Сонда да Тәңірі жар болып тұтылып жауда қалмады. Құтылып келіп Наурызбай қанның түсті қасына. Көреді пенде көп істі әуелде жазған басына. Келе сөйлеп килікті құдай менді ағасына. Тау суындай сарқырап дулат жатыр өріңде. Қырғыз тұтқын қылыпты ержандай асыл беренді. Қырғыз тұтқан шағында арманда кеткен зереңді. Екі ағам бар, інім бар, іздер ғой мені дегенді. Сүйдеп айтқан ержанның ағасының бірі сен. Ұзақ күнгі майданда бір көрмедім сенімен. Бір нәсілдің ішінде мұнша неге тудың кем. Үйдегі ұршық иірген қатын менен сен бір тең. Сені қара бастыма қолыңа найза алмастай. Жүрегің ұшып кетті ме, жауға қарсы бармастай. Қызметі сенде бар меді. Ержанды шерге салмастай, намысы сенде бар меді. Соңынан тірі қалмастай, ала бір таудың жылғасы, бауырында ойнар құлжасы. Тар жерде жолдас болады, ерлердің найза құрдасы. Белсеніп жауға шабады, жігіттің жанға мырзасы. Ержан болса қасымда, бөлекше туған тұлғасы. Болар ма едім қазаққа, әділ сөзің олжасы. Балалы арқар баурайды, баласыз арқар маңырайды. Күйлік қылмай көзіме, жасаған сені алмайды. Сүйегімнен бұл таңда, өле өлгенше қалмайды. Ержан жауға түскенше, сен түссең жауға болмай ма? Қамығып келді Ернауан, жаудан қайтып назары. 40 мың әскер аттанып, бұғыдан орман келген соң, қызды деп батыр ойлады. Соғыстың енді базары, ақуыз ат оққа ұшып, қанаты сынып оңынан, ерің тартты азаны. Қамығып Науан сөйледі, ей 40 жігіт қуатым, 2 жыл шөлге қамадық, қырғыздың бермей суатын. 40 жігітім сендерең, тауды бозып жол қылып, тасты талқан қылатын. Садырдан соңғы атақты, орманы келді бұғыдан, ер майданын құратын. Азамат үшін жан кешіп, ат бауырынан қан кешіп, міндет болды ерлерге, соларға қарсы тұратын. Талапты Алла оңдаса, аттанып мұндан қол барса. Қасқыр тиген қойдай қып, жапыра қырғыз қуатын. Жауызбенен алыспай, алысып найза салыспай, бірлік етпей күн қайда, бостандық басқа туатын. Абылай аспас асудан асамын деп өрледім. Қырғызды таудан асырдым, күмбелден жай алғанша, шыбын жанды аманат, жаратқан қаққа бергенім. Кенекемеді алдымда, ақылға диқан жерегім. Ержекемеді құрыш болат, айнымас көңіл мергенім. Белдеріңді бекем бұ, ерегіс жерде жан қиған. Олжалас жерде жан қиған, азамат жолдас ерлерім. Ақсудан әрі өте алмай, ойғалған жерге жете алмай. Кетпесін іште шерлерім, арқадан ауып көшкенде, қызыл су ақсу жайлау қып, құмбелден қыстау алмаққа, осы емес пе еді келгенім.
Алла оңдаса жігіттер, мақсатты жерге жетеміз. Босатпай белді шерлерім, арқада азынып жүргенде, садақты ілдік сағымға. Не көрмедік ер жігіт, денсаулық тірлік шағында, егесіп дұшпан кәр қылмас, азаматым есен боп, кенекем тұрса тағында. Жаратқан жаббар жасасын, ердің шайқай қабағын, бұрын жаудан қайтқан жоқ, азаматын таланың. Талапты Алла оңғарса, есен сау барып көрерміз. Құмбелдің барып самалын, арқадан ауып біз көштік, рахым көрмей орыстан. Дәм айдап келді бұл жерге, ауысқан соң қоныстан. Болмашы жерден жау салып, шайқама құдай толыстан. Ер жігітте арман жоқ, тағдыры бітсе алысып, қан майданда соғыстан. Ой қырық жігіт қуатым, жауды көрсе жайнаған, жай тасындай ойнаған, айда қардай ысқарып, 100 мың жауды айдаған. Қырыңа ілген ақ сүңгі, шаншысаң қанға тоймаған. Запыран жұтпай май ішпей, ат бауырынан қан кешпей, талапты туған жігіттің болар ма ісі ойлаған. Сол уақытта ер науан Нысанбайға толғанып, айтуға бір сөз ойлаған. Қашаннан бергі жан жолдас бұлбұлы еді сайраған. Ей Нысанбай, құлақ сал, қобызыңды қолың ал, қадірін білген ерлерге лебізің еді шекер бал. Көңілден шықсын қапамыз, түрлендіріп күйге сал, шырын шекер сөз қозға, айтатын болсаң тез қозғал. Көңіліңде қанша өнер бар, үлгілі сөзді сөйлейтін, өзіңнен қайда шебер бар. Бісміллә деп қолына Нысанбай қобыз алғаны, япырым деп баяулап, ән қосып айғай салғаны. 15 жастан науанға ілінген еді қармаға, өлеңші болып сөз толғап, бал ашып сәу көтеріп. Бар еді өнер тармаға, ерлердің көңілін көтеріп. Біразырақ толғады, шешендікпенен желденіп, дүниенің жүзін шарлады, қорқыттан қалған мұра деп, қобызбен тағы сарнады. Керейттен шыққан жеті ер, қайдасың деп қармады. Кетірме құдай бағымды, сындырма ием сағымды, осы жолда мүлдіртіп, байлама тілмен жағымды. Байлауда арда кер едім, заманым неғып тарылды, кесел ғып жаудан қайырма, дәуірлеген шағымда. Атасы өткен Абылай, мұрасы қалған әуелден, аударма алтын тағымды, бетіміз қайтып бұл жаудан, арқаға тағы аударып, аузы түкті кәпірге, боламыз неғып жалынды. Балын ашып қараса, ақ сұңқар құс ілінген, құс бегінің торына, арғымақ ат жығылған, қаланың қазған орнына, ерсінген жігіт кез болған. 12 жерден туалған, әскердің сонша молына, қыздан шыққан бегілік нар, адасып келіп кез болған. Барса келмес жолына, анықтап болжап қараса, ілінген сынды сұңқарлар, егескен жаудың қолына. Наурызбайды жыр қылып, бұрынғы өткен шайырлар, таратып жұртқа жолдаған. 3 ай 90 күнінде, қара жер қатып тоңдаған. Меселі қайтса қайтесің, ежелден бергі төреге, Нысанбай еді жолдадам. Қайтарын бақтың білген соң, ойыммен болжап көрген соң, шешен туған Нысанбай өзінің басын амандап, қашуға қанат құмданған. Бәрі де жау боп көрінді, Алатаудың тастары. Елден бұрын Нысанбай өзінің басын амандап, жоқ сұмдықты бастады. Бастағанның белгісі, қобызы қалды сайлаулы, қосшысының жанында қобыздарын тастады, кейінгі қосқа қашқалы. Қыстай шауып жол болды Алатаудың арасы. Бұл сапарда қазақтың болмады қабыл тубасы. Рүстем менен Сыпатай, төренің нағыз баласы. Үндес болған қырғызбен, міні ауыздың аласы. 12 мың дулатты, қашырды түнде расы. 3 қазақта ұлы жүз, дулат деген ел екен. Ол дулаттың ішінде Рүстем менен Сыпатай, о да бір бастық ер екен. Қырғызбенен бұрыннан қарым қатынас арасы. Таныс болған жер екен. Сөйтсе дағы Рүстем, байұзақтан ұялып, Наурызбайдан сескеніп, құр сүлдесі жүр екен. Қыстай мінген қазақ ат, жалы кетіп арыпты. Көмек қылған көп дулат, уәдесінен таныпты. Тақ түскенін абайлап, төренің айызы қаныпты. Таныған соң ыңғайын, Рүстем менен Сыпатай қырғызға хабар салыпты. Қырғыздан бүгін аттансын, бір буын әскер шамалап, қараңғы түннің ішінде асуды келсін жағалап. Азы көбі әскердің, білмесін ешкім бағалап, дабыл қақсын күңгіреніп, көбейгендей балалап. Даяр боп бізде тұрайық, сиынып қаққа тобалап, қол қаштылап шабайық, келгенде әскер қамалап. Бейқам жатқан төрені қолыңа ұстап береміз, қылмаса құдай жаманат. 3 жыл шапты төрелер, қырғызға бермей мазаны. Таулар күйіп тас жанып, лебімен пісті қазаны.
Жыр болып қалды артына Наурызбайдың ғазалы. Қолына тиді қырғыздың Рүстемнің жазған қағазы. Алғаннан соң қағазды қырғыздар шулап мақтанды. Алармыз деп төрені мақтанып бәрі шаттанды. Ат анжамын түзетіп, қаруын алып саптанды. Қараңғы түннің ішінде 700 кісі болып төрелерге аттанды. 3 жылдан бері төренің Алатау болды тұрағы. Талас болды қырғызбен Құмбелдің айқын бұлағы. Сөнетін мезгіл таяды төренің жанған шырағы. Қазақтан шыққан қарауыл дабыл қағып күңіренткен. Естіді дауыс құлағы. Анықтап болжап қараса, қырғыздың қолы секілді. Қоқиланған ұраны қараушылар есітіп, қосына қайта шабады. Көз ұйқыға барғанда қарауыл хабар салады. Дайын тұрған дулаттар мініп алған атына қол қаштылап барады. Бейқам жатқан көп әскер сасқалақтап қалады. Айтайын сөздің сағасын, жаңылды қазақ тобасын. Қысқа жерден сөйлейін, келтіріп сөзін жобасын. Етегін киді біреулер, қараңғыда қармалап, киімінің таппай бағасын. Жаяу таяды белдеуге, дулатты болмас елдеуге. Бұрынғыдай заман жоқ, ерлер қолын сермеуге. Дара-дара әркімнің өз басына күн туды. Біреуге біреу өтініп, маған жәрдем бер деуде. Аты түскен қолына, атын келді ерлеуге. Тоқымын салды атына, сасқалақтап ерінің. Алдын салды артына, жарқыратып жарыққа, келтірмеді қартына. Жүген деп алды тұсауын, найзам деп алды көсеуін. Арқараған ерлерге қараңғы түнде кез келіп, Тәңірінің берген мешеуін. Дәуірлеп жүрген күнінде бір кісідей көрмеген, дұшпанның әлденешеуін. Енді халық сасады, сасқанның белгісі жүруге әлі келмеді. Тау басынан ылдиға арқасымен шалқалап, домаланып қашады. Бет түзеген жөні жоқ, белгілеген жері жоқ. Беті-бетімен асады, қашты халық бетімен. Қол қаштылап дулаттың өтірік амал лепімен. Таң атқан соң қарасақ, шыққан екен Наурызбай, 20-ға жақын кісі боп. Қайырсыз болған Алатау арқаға тарап шетінен. Тар қолтықтан оқ тисе, ерлер қабақ шытырмай. Асыл жібек тозармай, ажары кетіп жұқармай. Ердің көңілі тоқтарма, тауы қайтып мұқалмай. Наурызбайдың соңынан 8 кісі бұл келді. Табыннан қабан Бұқарбай, 17 жігіт қасында. Қасына келіп қосылды Ағыбай, Дулат, Меңдібай. 36 кісі боп, олар да келді бір жақтан. Шәкір, Жәуке, Төлебай. Дария тасып көл болмас, үзілсе суы сағаның. Хан тағынан құласа, бұзылғаны қаланың. Ат үстінен ер түссе, жыртылғаны жағаның. Үй артына жау кесе, тартылғаны заманың. 16 жігіт қасында, құрманы келді таманың. Қайсы бірін айтайын, тірі болып жол тапқан. Келіп жатыр тозғындап, мал секілді жұтаған. Қосылып жатыр азғындап, тағдырдан жазу осылай. Қашты деп мұны сөкпелік, қиын ғой бекер жазғырмақ. Өтсең өткел бермейді, тасыса көлдің сағасы. Еру болып 2 күн, санағанда Наурызбай 222 адам болды шамасы. Аралас келген ішінде төресі мен қарасы. Сол арада Наурызбай жігіттерге сөйледі. Айдынынан сұңғар ілейік, Құдайдан жәрдем тілейік. 2-3 күнде еру боп, осы араға тінейік. Тірі қалған жан бар ма, адасып жүрген қан бар ма? Адам салып амалдап, солардан хабар білейік. Мақұл деді жігіттер Наурызбайдың сөзіне. Сол уақытта Науанның жан көрінбес көзіне. Іріктеп адам шығарды әскердің қашқан ізіне. Атқа мінді белсеніп, ежелгі жолдас Ағыбай. Арғыннан шыққан екеуі, Жәуке менен Төлебай. Үшеуі тартып жөнелді, жар болсын деп бір құдай. Сонда шықты үшеуі Алатаудың жонына. Тау басына шыққан соң, қарады оң мен солына. Төреден не қарадан, түспеді адам қолына. Онан шығып, жағалап, бата алмады баруға. Қырғыздың қалың тобына, және келді айналып. Дулаттың қашқан жеріне 12 000 көп дулат. Бет түзеген секілді, өзінің мекен жеріне. Ізінің түгел жобасы, назар салса тегіне. Мұны көріп Ағыбай келіп сөйлеп береді. Наурызбай сынды бегіне, Ағыбай сонда сөйлейді. Айналайын Науанжан, ақылға диқан зерегім. Салса да тастан қайтпаймын, жетесі құрыш беренім. Бақытың баста жүргенде, асқар томменен тең едің. Неше күнде ізденіп, білмедім қаның дерегін. Айналайын сұлтаным, жолдас болып жасымнан, көзімнің майын жеп едің. Хақ ісіне амал жоқ,
қазам жетіп өлгенше айырмаспын деп едім. Алатауға барғанда жер шаршысын көздедім. Көмек қылған көп дулат қайда екен деп іздедім. Байұзақ барда дулаттың тілегі бөтен болмас деп күдерімді үзбедім. Дулаттан тағы түңілдім, көрген соң анық көзбенен. Қалмастан тегіс кетіпті, байқадым оны ізбенен. Қоқиланған қырғыздан дулат қылған қауіпті, айналайын науанжан дулаттан беті ауыпты. Орыс пенен қоқанға құл болып ұран беруге дулаттың жөн тауыпты. Наурызбай сонда сөйледі: кел жігіттер, құлақ сал, біздің жайдан хабар ал. Басымда бағым барында, мен едім құба бегілік нар. Басыма үлкен іс түсіп, басқа ауыр күш түсіп, кең дүнием болды тар. Қиыншылық зорайып, жалғыз қалып сорайып, қара басым болды дал. Бұл күнде бізден әл кетті, болмаса егер Құдай жар. Қанатым сынды майырылып, кенекемнен айырылып, бір көруге болдым зар. Белсеніп жауға кіретін, өзіммен бірге жүретін, кенеден хабар білетін, талапты жігіт қайда бар? Қысылшаң жерде табатын, от болып жайнай жанатын, кенеді қолға алатын, қайсыңда айла бар. Арқадан ауық әуледе 72 адам боп, дем айдап келді бұл жерге, арқаның суы арам боп. Әскерді жүрдік ассынып, көңіліміз оған алаң боп. Қоқаннан ауған көп дулат бізге нөкер болып ет. 12 мыңдай адам кеп, жеткізіп еді Құдайым, әскердің саны тәмәм боп. 12 мың көп әскер жауға шапты көбейіп, тілімді алсаң жігіттер, қырғызға таман жөнейік. Ноқталы басқа бір өлім, қазамыз жетсе өлейік. Қараңғы кеште бетке алып, бір шетінен енейік. Алла оңдаса жігіттер, кенені алып келейік. Ала алмасақ күш келіп, тым болмаса жігіттер, артық туған кененің дидарын барып көрейік. Сөзімді тыңда қалайық, іріктеп жігіт алайық. Ат маңдайын түзетіп, Алатауға салайық. Қоқиланған қырғыздан кенені тартып алайық. Наурызбай қашып кетті деп, ат алғанша жігіттер, көрсетіп қара тұрайық. Өзінің басын амандап, жолдасын тастау жігітке бола ма екен лайық. Сол арада ой ойлап, қазақтар қалды кеңесте. Кеңескенде не десті? Бірі ілгері, бірі кейін, сөздері қалды егеске. Қашаннан бері ала ауыз белгілі қазақ емес пе? Ала ауыз емей немене, тілек тілеп жөнімен, қазақ деген ол болып, өзінің қамын жемеске, төреге жауап бере алмай, болып отыр көмескі. Кеңестері бірікпей, шыға алмай отыр белеске. Сезеді қазақ өздері, кененің қолға түскенін, көріп отыр көздері, қазақ болып кеңесіп, ұйғарған мынау сөздері. Ханға нөкер болып ек, төренің еріп соңынан, пайда көрді кененің, ақылының молынан. Шыққанша кене талай бар, қырғыздың босап қолынан. Бұл жерден қазақ кетейік, ендігі жерде жан сауға. Елге таман жетейік, ер жігітке сол пайда. Бас аманда қос тапқан, қаларымыз бүгін секейіп. Өткен іске ем болмас, ерге қыдыр дарымай, ер жігіт мырза болмайды, аузына жарымай. Қабыл болмас тілегі, ер қысылып налымай. Әбжыландай толғанып, атына мінді ер науан. Қазақтан сөзге жарымай, алды науан киініп, етек жеңін жиынып. Бағымды ала ашқын деп, бір Құдайға сиынып, көпке қарап сөйлейді, қаламдай қасы қиылып. Жаратқан жаппар жасаған, ердің бергей тілегін, басымда бағым барында, үш қазаққа басшы боп, тілеуін елдің тіледім. Ел қылам деп қазақты, сүйрегеннің бір едім. Ала ауызды қазақтың опасызын білмедім. Басымнан бағым тайған соң, жемек түгіл ел қамын, әуре болып жүдедім. Қырғыздан қашып құтылып, жалғыз қалып жұтынып, арқаны барып көргенше, ел көзіне көрінбей, жақсы емес пе өлгенім. Лаж білген азамат, қара болып ергенің, ермегенің жата бер, қош айтысып жөнедім, алды арты осы көргенім. Жүріп кетті ер науан, көптен көмек көре алмай. Әр топтан шыққан 8 ер, көз мойын жеген төренің, олар да қалды ер алмай. Болып еді 8 ер, төренің туған ұлындай. Ер меселі қалар ма, бір киеге ұрынбай. Төре аттанып кеткен соң, бытырап кетті қалған жұрт, бақсының тозған жынындай. Құлақ салсаң азамат, асыл туған Наурызбай, адамның ардагері еді. Бақыты баста жүргенде, асқар таумен тең еді. Бағымды ала ашқым деп, Алатауға жөнеді. Қырғыздың қалың еліне, өзінің көрген жеріне, именбестен бөгелмей, жасқанбай жетіп келеді. Құмары болып кененің, қызыл судың белесі,
неше ерлердің жетпеген бұрыннан оған өресі. Абылайлап аса алмай кемшілік тапты қазақтың алдына салған төресі. Жетіп келсе Наурызбай Ержан менен Кенені, қолына алып қырғыздың мынау екен кеңесі. Қолына түспей әскердің Наурызбай кетті құтылып, амалы көп қу төре қолдан кетті сытылып. Бұл Кенені өлтірсек қасына ауыр қол алып, бір күні келер жұтынып, ашулы болып ол залым жын ұрғандай құтырып, қатын менен баланы жесір қылып шулатар, мәуелеген бәйтерек шөлмектей қылып қуатар. Қуанбайық бұл күнде тайды деп төре табаны, қол жиып келер бір күні төренің көп еді амалы. Азаматтар тіл алсаң жіберейік төрені, жақсы ғой бастың аманы. Сонда шықты Наурызбай Алатаудың басына, сөз аяғы басылмай қырғыздың келді қасына. Ажалдың оғы жігітке балдан тәтті болады деген мақал осы да. Тізесі батқан сорлының Наурызбайды танитын қырғыздар тұрды шошына. Төрені қырғыз тойлады, тойлайын деп ойлады. Өзі келген төренің қолын бекем байлады. Оны көріп Кененің зығырданы қайнады. Әттеген-ай әттеңдеп бармағын кесе шайнады. Ажал оқ тиіп сөгілді ақ сауыттың көбесі. Төрені ұстап қырғыздың көкке тиді төбесі. Ала алмаған соғысып босқа келді төресі. Ержан менен Наурызбай қоста түсті кеңесі. Қырғыздар енді бас қосып төренің болды кеңесі. Төре менен жау болдық Алатауға таласып, арқадан ауып келіп ет бізге таман жанасып. Әуелі тату болып ек, дәм тұзымыз жарасып, ақырында жау болып шығардық әскер санасып. Соғысымыз зорайды күннен күнге ұласып. Ержан менен Кенені ақырында қолғалдық, қор болып құдай қарасып. Мына тұрған Наурызбай өзі келді ерлікпен, келген жоқ бізге адасып. Бұл секілді ерлерді қан майданда өлтіру болама бізге мүнәсіп. Қан майданда өлтірмей қолымызға алайық, әрқайсысын әр адам үйге апарып байлайық. Қаншама жау деп айтқанмен нәсілі еді асылдың, өлтірмей бағып қарайық. Қырғызға төре еліксе, жарасып көңілі біріксе, бұрынғы төре қалпымен адам қылып алайық. Елікпесе бұл төре қойнына жесір салайық. Жесір салып қойнына туғызып тұқым алайық. Туған бала төреден дұшпанға кекті жібермес. Жиналып тұрған азамат көрсеңдер мұны лайық. Осы сөзді мақыл деп мұнан артық табылмас. Ойлағанмен ақыл деп төрелерді үлесті. Ортаға түскен олжадай дүние ісі өмірмен басқа тиді ақыр кеп. Кенені алды әуелі Қалша ханның ағасы, үлкейіп қалған кісі екен, 60-қа келген шамасы. Қалша ханды ұстатқан құны керің осы деп, ханның басын ханалар тап өзіңнің тұсы деп. Кенені алып жөнелді сақау қырғыз төреден, кезігіп алып кенелді. Бұрын осал болса да өзі келген төрені олжаға салып бөледі. Құмары болды Кененің қызыл судың өзені. Басында бағы барында салтанатын түзеді. Басынан бағы тайған күн қолына түсіп тұтқын боп қырғыздан көрді тізені. Кенені алып болған соң Алатұғын екінші Ержанның келді кезегі. Өткен майдан кезінде қара ала атты бір қырғыз майданға келіп еніп ет. Ер бедердің соңынан жекпе-жек деп келіп ет. Кекіліктің тауынан Наурызбайдан өліп ет. Ініңнің мынау құны деп Есқожаның баласы Жанқараш биге қарашы. Жанқараш биге береді, не десе де қырғыздың айтқанына көнеді. Басында бағы барында Ержан сынды құрыш болады. Қай ерлерден кемеді. Басынан бақ тайған соң бұйдалаған тайлақтай қырғызға еріп жөнеді. Қырғыздарға кең қоныс, Қызылсу Ақсу саласы, шамал ғана жер екен екеуінің арасы. Баяғы шешен Кәрібоз ер қанайдың баласы, шона еді туысқан Кәрібоздың ағасы. Бедер өліп науаннан Кәрібоздың сол күнде көңілінде барды жарасы. Ініңнің мынау құны деп сатсаң толар тұлы деп науанды берді қолына. Шырақтап жүрген сұңқарлар ілінді жаудың торына. Басынан бақ тайған соң ел бастаған көзелдер қырғыздың ерді соңына. Айтайын кеңес басынан Наурызбай менен Кененің келгендей болып қасынан. Бұл ерлерді бір күні қанадан асып тасыған. Басынан бақы тайған күн салтанатты төрелер жұмыртқа болы сасыған. Қызыл тілім сөйлеп қал, құрметі үшін төренің саушылығын тілейміз. 12 мүше дененің тұра тұрсын кеңесі. Ержан менен Кененің ашалап басын сөйлейін. Арманда болып жас кеткен Наурызбай сынды төренің. Үйіне Наурызбайды алып келді. Қор қайнап зығырданы налып келді. Сыншы еді Кәрібоздың өзі шешен. Сүйегін Наурызбайдың танып келді.
Тіктірді Наурызбайға бірақ орда, көтеріп 6 атан келді зорға. Жау болып саушылықты төре менен, келген соң құрметтеді енді қолға. Батырды сол араға кіргізеді, құрметтеп кісілігін білгізеді. Төренің қызметінде болыңдар деп, алдына 2 жігіт жүргізеді. Алдына жүргізеді 2 жігіт, қолына екеуінің берді кілт. Кәрібоз жігіттерге айтты келіп, қашар деп бұл төрені қылма үміт. Егер мен жан танысам төре қашпас, сендерден рұқсатсыз есік ашпас. Кетпесін сырттан соғып аңдыған жау, төреге біреулер дос, біреулер қас. Ордада сол күтумен Науан жатты. Көрмеді, жаны төзіп рахатты. Көңілі Наурызбайдың тасысын деп, әртүрлі сырнайлармен ән шырқатты. Науанның бас көтеріп тұрысы жоқ. Ұйқы ұйықтап, тамақ ішкен тынысы жоқ. Қаншама ойын күлкі етсе дағы, әсілі оны менен жұмысы жоқ. Атасы хан Абылай дегдар асыл, тараған тұқым шашып, неше пасыл. Әуелден хан баласы еленген бе, солардан келер жатқан төре нәсіл. Көңілі Наурызбайдың жабығады, өткен күн еске түсіп қамығады. Елігіп төре назар салмаған соң, Кәрібоз ойын таусып жалынады. Күнінде 3 ай 90 қатады мұз, батырмен дәм бүйіріп татады тұз. Көңілі Наурызбайдың көтерілсін, әр жерден таңдап сұлу салайын қыз. Көңіліне осылайша түсті қиял, төреден көрінбейді жанын аяр. Түзетіп ажар көркін қош иістеп, алдына қыз келіншек қылды даяр. Қаламдай қасы қиғаш, маңдай жазық, бұралған тал шыбықтай белі нәзік, мысалы пейіштегі қор қызындай, сипатын болар емес хатқа жазып. Төренің қызыл жүзі оңа берді, ішіне қайғы қасірет тола берді. Науанның оларға да зауқы болмай, сарғайып запырандай сола берді. Науанның көңілі жарым қайғы басып, әл кетіп ақылынан тұр адасып. Бір күні Кәрібозға бір ой түсіп, ордаға кіріп келді қадам басып. Мен келдім төре, сен көрейін деп, халіңді сау саламат білейін деп. Етіп ем өз қалімше сізге қызмет, басыңды сау күніңе теңейін деп. Ашық сөз, айқын көңіл көре алмадым, етсем де жаным пида өлейін деп. Алдыңа бүгін сенің келіп тұрмын, бақсам да неше күнде елікпедің, басыңды бір көтеріп ерікпедің. Рұқсат енді төрем, бердім сізге, кетуге өз жеріңе жерікпедің. Сол уақытта Ернауан көтеріп басын алады, Кәрібозға қарады. Сіздер менен жау болып Алатауға таластық, қосында әскер шығарып жағымыздан қарастық. Бір киеге ұрынып жолымыздан адастық. Қараңғы түнді дүбірлеп Алатаудан біз астық. Өзімнің басым аман боп кененің қолда қалғанын көре алмадым жарастық. 13 жасқа келгенде алшиып атқа мініп ем, айқаласқан достардың тілегенін беріп ем. Ерегіскен дұшпанды табанға салып жеңіп ем. Басымнан бақтайған күн хан кенені ізденіп алдарыңа келіп ем. Бастан ауды бағымыз, сөйлейді тілмен жағымыз. Мәлім шығар тәңірге қара менен ағымыз. Кәрібоз маған жауап бер, осы күнде аман ба, Ержан менен ханымыз. Наурызбайдың сөзіне Кәрібоз сонда бөгелді. Бөгелгенің белгісі төмен қарап үңілді. Төреге жауап бере алмай, қабырғасы сөгілді. Кәрібоздың ыңғайын енді Науан таныды. Үміт үзіп кенеден ақырын өксіп налыды. Хан кенені қырғыздың өлдірген сыны сарыны. Уа дегенде Науанның аузынан шықты жалыны. 17 жаста ат міндім, жал құйрығын сүзілтіп. Әуре қылды дүние, жер дүниені кездіріп. Атам Қасым айтқаны, жын салқыны батырлық. Ақыры болды мінекей, туыс қаннан бездіріп. Ағаны іні көре алмай, күдерімді үздіріп. Кененің тұрсын Кәрібоз, болғанын бақи сездіріп. Дүниенің білдім жалғанын, жалғанның мынау қалғанын. Уа дариға дүние, көңілімде көп арманым. Бас аяғы 9 жыл, от болып лаулап жанғаным. 12 мыңдай ауыр қол, ертіп алып қасыма, Алатауға таласып, қырғызға ойран салғаным. Шыға-сыға себеп боп, болмашы жерден дақ түсіп, кененің қолда қалғанын. Кененің іздеп мен келдім, өзімнің мұндай болғаным. Атқан оққа тәшкендей, кенекем еді қорғаным. Қайран сарбаз ержекем, шырайы еді орданың. Осылардан айрылып, мін емес пе Кәрібоз. Артқан менің барғаным, алдыма түскен ханым жоқ, артыма ерген жаным жоқ. Арқаға қиын бармағым, не де болса Кәрібоз. Енді мені қинама, ордаңда енді қалғаным. Қолында жатып көремін, жаратқан хақтың салғанын. Наурызбайдың сөзіне Кәрібоз қайран қалады, үйіне қайтып барады. Ернауанды құрметтеп, бұрынғыдай бағады. Таза бақ деп төрені, қызметтерін салады. Күннен күнге ауырлап, төренің дерті өдеді. Бетінен қызыл қан кетіп, денеден қуат әл кетіп, енді терең жүдеді.
Ендігі сөздің қысқасы, асыл туған Наурызбай өз иманын өзі айтып, ақырет сапар жөнеді. Ұстағаны болмаса, қырғыздан қаза тапқан жоқ, өз бетімен өледі. Көп жасаған қария, көп қыдырған азамат, қоғамы күшті дер еді. Киімді бала тудырған, ықпалы жүрген ер еді. Алтынды қылыш будырған, абылайлатып ат қойып, дұшпанды көрсе қудырған. Көп сарғайтып келместей, Кенехан саған не болды? Тұлпардан сайлап ат мініп, дорбадан жемін жегізген, жем орнына бал беріп, қысырдың сүтін емізген. Басқын қалың жау келсе, алып шығар теңізден. Кенекемді қалдырып, көк бурыл саған не болды? Патшада бар алтын тақ, жасынан жаппар берген бақ. Без белді қара бүркіттей, шабытты туған сұғанақ. Қанаты жоқ, құйрық жоқ, бір анадан жалғыз-тақ. Көп сарғайтып келместей, Наурызбай саған не болды? Кенекем менің кеткен соң, заманым қалды тарылып. Халық иесі қандардан, жетім қалдық айрылып. Екі бірдей қанатым, топшыдан сынды қайрылып. Балдағы алтын ақберен, тасқа тиді майрылып. Кемшілік түсті басыма, көрінгеннен қаймығып. Жаңбыр жаумай су болған, пұлы қымбат манатым, тасқа тимей кетілді. Балдағы алтын болатым, топшы сыннан үзілді, екі бірдей қанатым. Кенесары Наурызбай, асып туған санатым, қырғыздан біткенге ұқсайды. Тағдырлы ажал сағатың, жаның қайда жай табар, жадында жаббар болмаса, көңілің қайда жай табар, көруге дәулет болмаса. Қолдың көркі болар ма, барабан керней болмаса, жұлдыздың көркі бола ма, ішінде бір ай болмаса. Қарашыда не күй бар, айбынды қаны болмаса. Кенесары Наурызбай, қол басында болмаса. Халық иесі қандарды, қалай айтсам мін бар ма? Шегірткеге таланған, қырғауылда жүн бар ма? Жапалақтан сескенген, жалғыз қазда үн бар ма? Хандарынан айрылған, Қарашыда сын бар ма? Қайран есіл ерлерді, енді бір көрер күн бар ма? Ақуызды жүгіртіп, Кенекеңді тірілтіп, Наурызбай келер күн бар ма? Кенеханның тұсында, қарт бурадай жарадық, жауды жасқап жапырып, жауған қардай борадық. Абылайлап ат қойып, дұшпанның алдын орадық. Кенекемнен айрылып, шіл боғындай тарадық. Көрінгеннен қорғалап, кісі аузына қарадық. Өзіміз шапқан созақта, сарттан ақыл сұрадық. Кенесары кеткен соң, иесіз қалды тағымыз. Наурызбай төре кеткен соң, бастан тайды бағымыз. Бұлбұлдай сайрап жүредік, байланды тілмен жағымыз. Азғанымыз емес пе, қойшыдан сынды сағымыз. Артында қалған жетім ел, кетті елдік сәніміз. Ақырында әлеумет, осындай болды халіміз. Бұл қиссаны шығарған Нысанбай деген жыршы еді. Кенеханның тұсында жұрттан озған сыншы еді. Айтқан сөзі үлгілі, құлақтың бір құрыш еді. Өлең жырға Нысанбай, мәшһүр шеше нар еді. Бір естіген адамдар сөзіне тағы зар еді. Көзімен көріп сөз қылған, соғыста өзі бар еді.